of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. Барлықтарыңа сәлем достар. Көптен бері влог болған жоқ менде. Так, дауыс вроде нормально шығып тұру. Қазір бүгін менде воскресенье. Воскресенье. Қазір мен залға бара жатырмын. Жұмыс болды. Жұмыс дегенде менде жаңалықтар бар. Менде жұмыстан уже жұмысым уже бітіп жатыр. Өйткені келесі жылға қалмайтын болсын, менде бұл учебный центрдан мені уже, то есть группаларымды барлығын алып тастады. И мен қазір пока безработныймын, жұмыс іздеп жатырмын. Көптен влог болмады, көптеген жаңалықтар бар, қызық историялар бар, но об этом позже. Так, келдік уже залға. Вот. Осының ішіне болады. Let's go. Давай. В общем, мен 60 килограмм жасап жүрдім, максимум жемлеу жолы батыр кәменде. Предложить етті бір досым побольше вес алуға, силауға бір раздан. И көрем максимум қаншаға дейін барам, может 50 килограммда бір раз жасай алам, может 80 килограмм. Хотя мен до этого вообще пробовать етіп көрген жоқпын. Ну, көреміз. В плане. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike. Now I gotta roll with ice. Cold, these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike. Now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike. Now I gotta ride or die.
algosh trenirovkadan chiqdim men. 70 kilogramm qo'ydim bir razga, biroq никак qanday чисто доставал пока. Пока qiyinlik, но hali qurib o'tib ko'raman bu ishni qiyinligingizda. Trenirovkadan chiqdim, endi uyga borib so'zim bir ofisga borib video surga syomkaga boram. O jil, наконец-то. Avtobusda qanchama kundan beri Orolda bizga 38-40 gradus примерно. Qattiq sovuq turadi. Kun kirib turibdi. Жестко jil, ağaçlar bo'lib tushyapti. Shang turadi. Videoning başı. Used to be, and I'm never gonna give it back. Monday morning, I left you on red. Stop denying what you've done, darling. Just go back to his bed. He can have what's left of you. 'Cause I Hemen keldim ofisga, hozir endi o'stinda video tushiram. Hozir kabinetim yo'qmi? Kстати, еще менде goodbye, good luck party oldu, то есть. Onda bizga жұмыстан ketетін muallimlerde mening kollektivim dasturxonda shab saldı. Bir qiz, bir muallim, то есть, sıra ketib baradır. Biz ketib ketamiz, то есть. Өте күшті момент болды. Мен қатты таңертең бұл моменттен. Кстати, бұлар бізге сыйлық берді, мен қазір көрсем. Так. Надо будет так. Мынандай альбом бізге. И каждый өзінің осындай тілектерін жазады. Мына біздің команда. И ары қарай осындай фотолар әртүрлі. Конечно, полностью көрсетпеймін. Мындай наша команда. Өте ценный подарктардың бірі болды. Маған жасалған. Все, қазір жалғастырамыз видеоны түсіремін. Сонымен мен өзімнің түсіру керек болған видеомды түсіріп болдым. Енді бұл влогты аяқтайтын видео. Сонымен менде сондай жаңалықтар. Мен жұмысым уже жоқ, уже безработный. Алдында, кстати, қызық момент болған. Мен бір стажировкаға кірдім, бір магазинға. 3 күн стажировка өту керек болғанмын. 3 күн өттім, бірақ ол не оплачиваемый, яғни бесплатно. 3 күннен кейін олар маған документ жинау керектігін айтты. Қандай документ оны білдім, қайдан алатынын. Бір балдардан сұрасын деді. Мен приписной военкоматтан керек болды именно. Мен бір балалардан білдім, қалай алатынын. Короче, соңға бару керек болды. Бір менеджер болатын, анда ол маған сол нәрсені кетерде именно тағы да айтып кетті. Сонан аласында айтып айтқан жоқ, но мен оған дейін уже біліп алдым. Келесі күні мен оған тоже жазам, на ты обращаться тем оған. Ойладым, примерно менімен құрдасым, примерно солай болатын, менің көзімше. Ол маған кейбір сұрақтарыма жауап береді, потом қайтадан соңға бар, деп уже бір шамалет айтады. Мен оған жазам, 100 раз уже можно не говорить, бұлай уже қайталай бермесем болады, мен уже түсіндім деген сияқты. Соңға бару керек, мен түсіндім деген сияқты. Ол одан кейін уже бастайды. Ты знаешь, что такое субординация, мы что с тобой 10 лет знакомы, анау, и солай бастайды. Потом мен оған жазам, ол жазады, не собирай документы, мы такое понебратство не приветствуем.
Сначала обучись субординацию. Тап солай. Но мен оған жазамын, то, что мен на ты сөйлегенім, ол достық, коллективный отношения, жақсы дружеские отношения құрғым келді. И все. Чисто сондай мағынада, и все деп. Но бірақ ол моментте уже мені заблокировать етті. Но мен ойладым, ол просто так, обычное недоразумение деген сияқты. И директормен сөйлесем, мен ойладым, что олар мені жалады, қабыл етіп все равно деп. И директорға звондадым, мен сөйлесе алған жоқпын. Но потом ол маған жазады, то, что мен білдім, уже мына болған событие туралы. И айтады, у тебя 0 воспитанности, мынау, мен вообще в шокемін, таңғалып тұрмын бұл нәрсеге и так далее. Солай жазып жібереді. Біз мынандай адамды қабылдаймыз. 3 күн мен анда, хотя мен 6-дан 1-ге шейінгі графикте боламын, но стажировкам мен полный день өтемін. Анда чисто на ногах целый день жүре бересің, 3 күн подряд. Мен аяғым мозоль болып, аяғым убитый болып, уже мен жүрдім анда. И ол бесплатное, неоплачиваемое. И содан кейін мен бүткіл нәрсені айтып беремін. Қалай болды, осылай болды. На самом деле мен не нәрсені көздеп айттым, ондай мағынада айттым, соны барлығын түсіндірдім. Но олар никак түсінбеді. И оказывается, ана менеджер деп жүрген, ол оказывается второй директор екен. Но мен все равно өзімдікін айттым. Но мен оны білмедім, действительно. Но өзімдікін айттым. Мен действительно сондай жақсы связда болу үшін. И все. Больше ничего. И уже олар айта бастайды, конечно, я не твоя мама, что воспитывает тебя, мынау, и все. Опять провал. Сол моментте мен өте қатты жындандым, но потом уже өз-өзіме келдім, нормально. Опять провал, но ондай моменттер болады. Осындай моменттер иногда болады. Сол моментте қиын, бірақ дальше өткеннен сен уже одан мықты боласың. Мен как всегда осы нәрсені айтамын. Бұл нәрселер негізі маған заряд береді. Когда біреу сені хейтит еткенде, негатив еткенде, біреу сені жұмыстан шығарып жібереді. Менде бұл нәрсе уже біршама рет болды. Это хорошая, мықты история болады, бұйырса болашақта. Қазір мен безработныймын, менде жұмыс қарау үстіндемін, параллельно система алып жүрмін. Менде бір травма болған, соң байланысты система алып стационарда жатып жүрмін. И вот, оңай емес уақыт. Қазір тяжелые времена, қайтадан настал. Но все равно соған қарамастан, мен қазір мына видео түсіріп жатқаныма, жаңа мен залға бардым, сол нәрсені жасап жатқаныма қатты қуанам. И сендерге де сол нәрсеге кеңес берем. Қандай қиынды, қандай жағдай болмасын, өзіңдеріңнің армандарыңа деген әрекеттерді тоқтатпаңдар. Никак. Вообще. Сендер не істеу керексіңдер соған жету үшін, сол нәрсені істеуді тоқтатпаңдар. Просто не переставайте этого делать. Слайша айтқан кезде, орысша айтқан кезде. Алдан не күтіп тұрғанын мен білмеймін. Алдым тұман, шынымен қазір солай менде. Бірақ не болса да алға әрекет жасауды тоқтатпау керек барынша. Достар, осымен мен бұл влогым тәмам. Қарағандарыңызға үлкен рахмет. Тек қана видео аса пайдалы болса, бір нәрсе арқылы көмектесе, бір нәрсе арқылы жақсы бір ой берсе сендерге, подписка жасап қойыңыздар и лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мен қатты қуанамын. Ал осымен видеоны тәмам, аяқтаймын. Сіздермен болған мен Әлішер Өзімжанов. Келесі видеоға дейін кездескенше.